Бүгін сіздермен сахарды қалай өлшейтін туралы көрсеткім келіп тұр. Сахарды үй жағдайында қалай өлшейміз? Өзінің осындай аппараты болады. Сосын ланцеті болады. Ішінде 50 штук. Ланцет. Сосын тесетіні болады осындай. И аппараты. И мынандай бір ине керек болады. Енді біз қазір мынаны ашамыз да инені ауыстырамыз. Например, кеше қантыңыз тексерген болса, уже оны жарамайды, уже ашамыз да новыйын саламыз. Өзі оңай ашылады. Мына инені аламыз. Бұл уже бізге керек емес. Сосын мынаны былай қоямыз. Өзі оңай түседі. Міне, сосын басындасын бір бұрасаңыз, новый ине болады. Көрініп отыр ма? Так, енді обратно мынаны қайтадан бұраймыз. Орнына келеді. И тексеріп көреміз. Былай тартамыз. И істеп тұр. Енді мына жерде қатты теспесін ауыртпасын десеңіз, 3-ке қойсаңыз болады, 4-ке, 5-ке қойсаңыз болады. Мен 4-ке қоямын. 4-те нормально маған. Тағы былай тартып қоямыз. Сосын қолымызды спиртпен сүртіп аламыз. Спирт аласыздар. Спиртке батырып. Тесетін жерді жақсып сүртіп жібереміз, чтобы инфекция микроб болмау үшін. Тесеміз. Одан кейін жаңағы мына ланцетімізді. Ланцетті біреу аламыз. Вот мына жеріне өзі стрелка қойып қойған. Сол стрелкасын жоғары қаратып қоямыз. Былай. Вот. Өз қазір көрсетеді. Мен қазір таңертең сахарымды өлшейін деп тұрмын. Жаңа инемізді, дайын инемізді аламыз да. Бірінші шыққан қанды сүртіп тастаймыз. Екінші шыққан қанды өлшейміз. Кішкене күте тұрамыз. Өзі көрсетеді қанша болғанын. Бұл мен таңертеңгі қан өлшемім. Все, осылай өлшейміз.